Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Беттің тазалығын сақтау қыздардың ойында жүретін мәселелердің бірі. Бірақ безеумен күресудің барлығы бірдей сәтті аяқтала бермейді. Бетке безеу көптеп шығу медицинада акне деп аталады. Акне дегеніміз не? Акне кімде де жиі кездеседі. Акне өздігінен кете ме және одан құтылудың жолдары қандай? Осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Акне түк фолликулы мен май бездерінің зақымдануы. Оның бірнеше түрі бар, бірақ біз бен сіз үшін таныс ұғым безеу. Аурудың пайда болу себебі гормондар. Иә, талай ауруды қоздырған бұл гормондар бетіңізді де таза болуына мүмкіндік бермейді. Адам денесіндегі андроген мөлшері көп болу әсерінен май бездері күшірек жұмыс істейді. Сол себептен терідегі қара тесіктер пайда болады. Май қалдықтары тері астында қалады да бактерия әсерінен асқынып кетеді. Акне кімдерде жиі кездеседі? Жасөспірімдерде жиі кездеседі. Өйткені жыныстық жетілу барысында бала ағзасындағы гормондар өзгерістердің орын алады. Акне ауру тұқым қуалайды. Гормон жүйесі бұзылған адамдарда кездеседі. Теріге кері әсер ететін әрлеу құралдарында, жиі күйзеліске ұшырайтын адамдарда. Акнеге алып келетін себептерді қарастырайық. Гормональды теңгерімдерін өзгерту. Бұл жыныстық даму аралығындағы жасөспірімдерде безеулік бөртпелерінің пайда болуының ең кең таралған себеп болып табылады. Жасөспірімдік жаста басты өршіткіш фактор солардың әсерінен май бездері мөлшерінде өсетін және көбірек тері майын секреттеуді бастайтын ер жыныс гормондарының қанында андрогендердің өсуі болып табылады. Қыздар мен әйелдерде гормоналды теңгерімдердің өзгеруі менструалды циклдер кезінде акненің пайда болуына әкелуі мүмкін. Сонымен бірге бала көтертпейтін препараттарды қолданумен байланысты болуы мүмкін. Иммунитеттің төмендеуі және АКЖ дисфункциясы. Сонымен бірге теріде бактериялардың паразиттенуі мен белсенді түрде көбеюі мүмкіндігін төмен иммунитетте ұсынады. Ішектің сау микрофлорасы бұл жаңа бөртпелердің пайда болуына алып келетін инфекциялардың жолындағы тосқауыл болып табылатын иммунитеттің 70%. Бұдан бөлек сау иммунитет бұрыннан бар безеулердің тиімді жазылуын қамтамасыз етеді. Стресс. Акне тұрақты түрде қатты стрессті жағдайларда, уайымдайтын адамдарда пайда болуы мүмкін. Сонымен бірге созылмалы қалжыраудың салдары болуы мүмкін. Емтихандардағы стресс, достар мен ата-аналар қарым-қатынасындағы уайымдау, жас терінің денсаулығына шындығында қатты әсер етуі мүмкін. Комедогенді косметиканы пайдалану. Кейбір косметикалық құралдар, кремдер, лосьондар мен далаптар құрамында ланолин, күкірт, вазелин, парафин, минералды және көкөніс майлары, сонымен бірге қызыл пигменттер болады. Бұл ингредиенттер бөртпелердің пайда болуын қоздыра алады. Ережеге сәйкес көп адамдар аурудың жүруін ауырлататын қабынушылық элементтерді маскілеуге арналған арнайы косметикалар пайдаланады. Акнені емдеуді қиындататын тұйық шеңбер пайда болады. Терінің дұрыс емес күтімі. Көптеген жағдайларда безеу бөртпесінің таралуының себебі терінің дұрыс емес күтімі болады. Өліп қалған тері жасушаларының өз бетінше жою мен өз бетінше емделу нәтижесінде, мысалы қара нүктелер мен іріңдердің кең таралған сығудың нәтижесінде эпидермис зақымданады және инфекциялы ары қарай таралу жолдарына ие болады. Қоршаған орта факторлары. Безеу бөртпесінің пайда болуы қарқындылығында және зақымдану ауданында, сонымен бірге климаттық шарттардың өзгерістерінде маңызды рөл ойнайды. Көп адам қыстың терінің құрғақтығы мен қабыршақтануына алып келетін ызғарлы ауа райы шарттарына акне үшін нашар уақыт болып табылады деп есептейді. Алайда қысқа уақытта қосымша ылғалдандырғыш құралдарды пайдалану бөртуді тек күшейте алады. Проблемалық теріге арналған косметикалық құралдардың таңдауы бойынша кеңестер. Проблемалық тері ұқыпты тазарту мен тиімді ылғалдандыруды қажет етеді. Арнайы косметикалық құралды таңдау кезінде келесіні есепке алу маңызды. Теріні қатты құрғатып жібермеу үшін құрамында сабын болмайтын жұмсақ құралдармен жуыну қажет. Безеулердің қайталанып пайда болуының алдын алу үшін әлсіз қышқыл pH ұстап тұруды да қамтамасыз ететін бактерияға қарсы компоненттері бар лосьондарды қолдану қажет.
өліп қалған жасушаларды қабықшандандыру үшін тек жұмсақ скрабтарды ғана қолдану тиіс. Теріде көптеген қабынушылық элементтер болған жағдайда скрабты пайдалану ұсынылмайды. Құрамында тесіктердің бітеуге алып келуі мүмкін компоненттер болмайтын ылғалдандырғыш құралдарды пайдалану бұл безеулерден құтылуға мүмкіндік беретін проблемалық терінің күн сайынғы күтімін міндетті компоненті болып табылады. Безеуден құтқармайды, егер сіз оны сығатын болсаңыз. Іштегі болып жатқан үдеріске тек зияныңызды тигізесіз. Сыққан безеудің орнында жара болып қалуы мүмкін. Екіншіден, диеталар. Дұрыс тамақтану терінің жағдайына әсер ететіні сөзсіз, бірақ арнайы түрде тәтті мен ащыдан бас тартудың қажеті жоқ. Үшіншіден, бетке арналған скрабтар, олар теріге жағымсыз әсер қалдырып, безеудің орнын сырып кетуі мүмкін. Акне асқынып кетсе не істеу керек? Дерматологке, яғни тері емдейтін дәрігерге қаралыңыз. Ол сізге арнайы дәрілер жазып беріп, күтім жасау жолдарын түсіндіреді. Акне өздігінен кете ме? Егер жасөспірім шақта пайда болса, акнеден айығу оңай. Өйткені есейген сайын гормондар тынышталады. Бірақ бұл ауру ұзақ уақыт бойы серігіңіз болуы да ықтимал. Кейде алғашқы белгілері 40 жаста да пайда болуы әбден мүмкін. Қандай ауруға ұшырасаңыз да өздігіңізбен ем қабылдауға асықпаңыз. Артық қылам деп тыртық қылуыңыз мүмкін. Білікті мамандардан кеңес алуды ұмытпаңыз. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жасай кетіңіз.